Мұқаллиб кз медиа порталы ұсынады. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Рамазан айындағы дұғалар. Жалпы дұғаның біздің өміріміздегі қосылығымыздағы алатын орны өте ерекше. Алла Тағала өзінің қасиетті кітабында айтқандай: Астаизу биллах ва қала раббукум удъуни астаджиб лакум. Раббыларың маған дұға етіңдер, мен сендерге жауап беремін деді. Осы аятта Алла Тағала өзінің құлдарына, яғни бұйрығына етістігімен айтып, маған дұға қылыңдар, мен де сендерге солай жауап беремін деп, яғни шарттыра етістігімен айтып отыр. Мысалға, сендер маған қалай дұға етсеңдер, мен де сендерге солай артынша жауап беремін деп. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде ад-дуа мухул ибада, дұға ғибадаттың негізі деп, дұғаның ерекше маңызын баяндап кеткен. Енді дұғаның мынау Рамазан айындағы алатын орнына келетін болсақ, Абдуллах ибн Амр ибн ас радиаллаху анхума, Алла әкесі екеуіне разы болсын, жеткен хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: инна лис-соими инда фитрихи ла даъватан ма турадду. Расында ораза ұстаушы адамның ауыз ашар кезінде қайтарылмайтын дұғасы бар деп айтып кеткен. Және осы хадистің мағынасына ұқсас тағы бір хадисте Абу Хурайрадан жеткен: саласатун ла турадду даъватухум. Сондай бір үш кісі бар, олардың дұғалары еш уақытта кері қайтарылмайды. Ал-имамул адил, әділ басшы, вас-соиму хайна юфтир, яғни ораза ұстаушы адам ауыз ашар кезінде жасаған дұғасы, және де ва-даъватул мазлум, сондай бір зұлымдыққа немесе бір қиындыққа біреуден бір зәбір көрген адамның дұғасы. Осы хадистен екі хадисті қосатын болсақ, яғни ораза ұстаушы адамның ауыз ашар кезінде жасаған дұғасы кері қайтарылмайтын дұғалардан болып есептеледі. Енді ораза ұстаушы адамның таңертең және кешкі, яғни таң сәріде және де кешке ауыз ашатын кезінде айтатын дұғаларына келетін болсақ, таң сәресіне, яғни ауыз бекітер кезінде айтылатын дұғасы: навайту ан асума саума шахри рамадана минал фаджри илал мағриби халисан лиллахи та'аля. Навайту ан асума, яғни таңнан кешке дейін Алланың разылығы үшін, яғни бір Аллаға ғана ниет ете отыра, Алланың разылығы үшін таңнан кешке дейін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Және ауыз ашар кезіндегі дұғасы: Аллахумма лака сумту, я Аллахым, бір өзің үшін, бір өзіңнің разылығың үшін ораза ұстадық, ауыз бекіттік. Ва бика аманту, және бір өзіңе иман келтірдім. Ва алейка таваккалту, және бір өзіңе тәуекел еттім. Ва аля ризқика афтарту, және бір өзіңнің берген ризық несібеңмен аузымды аштым. Фағфирли ма қаддамту ва ма аххарту, және де менің өткен және алдағы жасайтын күнәларымның барлығын кешір деп осы дұғаны айтса болады. Және де бұны арабша айту міндетті емес, қазақшасын да осылай айтса болады. Енді Рамазан айында көбінесе ауызашарлар жасалады, қонаққа шақырады деген секілді ауызашарға. Сонда ауызашар жасаған, яғни ауыз аштырған кісіге арналып айтылатын дұғалар бар. Мысалға, афтара айндакум суаймун, яғни ауызашар жасаған кісіге арналып осы дұғаны айтса болады. Афтара айндакум суаймун, сендердің үйлеріңде ораза ұстаған кісілер ауыздарын ашты. Ва акала дуамакумул абрар, яғни сендердің тамақтарыңды ізгілер жеді. Ва саллат алейкумул малаика, яғни сендерге періштелер дұға қылды деп осы дұғаны. Және де Аллахумма ат'им мән ат'амана васқи мән сақана деп, яғни Аллахым, бізді тамақтандырғанда сен де тамақтандар, және бізді сусындандырғанда сен де сусындандыр, яғни бізді шөлімізді қандырғанда сен де оның шөлін қандыр деп осы дұғаларды айтса болады. Және тағы да бір
айтатыны осы рамазан айында ең көп айтылуы тиіс, яғни ең көп айтуымыз керек болған дұғалардың бірі Аллахумма иннака афун каримун тухиббул афва фа'фу анна. Яғни мағынасы Аллахым, сен сондай кешірімдісің, жомартсың, және кешіргенді жақсы көресің, ендеше біздің күнәларымызды кешір деп осы дұғаны арабшасын айтса да немесе қазақшасын айтса да болады. Алла тағала рамазан айында жасаған дұға тілектеріміздің барлығын қабыл етсін, келесі рамазандарға аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.